Елбасына туған қиыншылық кезеңде, мына қиыншылық түсіп жатырған заманда біз сол бабалардың аманаты менен кішкене халқымыздың басына қиындық келіп, бұл бізге ғана емес, әлемге келіп жатқан қиындық. Үй деймізге алып келді. Әрқайсымыз отбасымызға оралдық. Ұлтымыз аман есен бұдан да өтіп, не көрмеген қазақ халқы, мың өліп, мың тірілген халықпыз ғой. Осындай әртүрлі нәубеттерді басына өткізген қазақ осы жолда жеңіп шығады дегенмін. Үмітімізді үзбесек, біз бұл қиындықта да жеңіп шығамыз. Бұл қазақтың басына ғана төнген індет емес, адамзаттың басына төнген нәубет қой. Зор денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, болашағымыз жарқын болсын. Осы індеттен аман сау құтылып, сабырлық танытып, жақсы күндерде көріскенше. Біздің елге аманшылық тілеймін. Осы келіп жатқан індет кетсін, сырқаттаған жандар тезірек сауығып кетсін. Ең бастысы тазалық сақтайық. Шыдамдылық пен сабыр сақтайық ағайын. Дүрліктірген індет тезірек басылып, баршаңызға амандық тілеймін. Жақсы күндерде жолыққанша. Енді қазіргі таңда осындай елімізде жағдай болып жатқандықтан елімізді, халқымызды, жұртымызды Алла тағаламыз аман сау сақтасын. Расында да біз біргеміз деп айтатындай шақ. Көңілдеріңізді күдіктендіріп, үрейлендіруден аулақ қылсын. Елімізде амандық болсын. Енді осындай қуанышты сәттер болсын арамызда. Алдағы уақытта қуанышты сәттерде кездесейік. Береке, бірлік, татулық, еліміз аман болсын. Үлкен сахнада кездесуге Аллах тағала нәсіп етсін.